Assalamu alaikum Turkel. Assalamu alaikum Noğay. El, Noğaylar. Bugün айтағым, daha da biraz Noğayша söyleyeyim desem. Benim iki videom çıktı. Aman da iki videomdu ko'rsatmay tur. Ana yaman adamların атын nelерді айтамын desem, faşizm деген ne деген sözler айтсам, сондай видеоларымды жібермей тұр. Соны айтағым, білмеймін, қайтып жазағымды, аманда атында жазатын жерде басқа затлар жазайын ма, не етейін ме, бұл не қалай көреді екен, не жазғаныңды көрем екен, аманда видеода айтқан сөздеріңді көрем екен. Соны білейім деп сізге бір не бар. Соны маға айтыңыз. Аманда білмеймін, мен ондай затларды көп. Қайтып құлық етеді ол. Мына не, TikTok деген зат. Соны ендігі айтағым, мына орыслар, нелер, фашистлар, не Европ фашистлар бәрі жиналды. Неге? Московияға. Сонда жиналып, үлкен той еттілер. Сол тойда онар бірінші сондай құрылтай, фашист құрылтай етілген еді. Бірінші Путин, бірінші емес, екінші президентлікке келген заманда, сол заманда ол Путин деген бәрі мына фашистларды өзінің құрылтайына жинады. Сонда онарға айтты, сіз деді, сізге ақша беремін, анауын беремін, мынауын беремін өтірі. Сіз Европ нелерде, еллерде, бәрі ерде басылыққа жиналып барыңыз деп. Партия етіңіз, анауын етіңіз, сіз басылық болмаға керексіз деп. Неде, Европ нелерде, еллерде. Сонда ендігі онар тағда жиналып келді. Сол заманда айтқаным мен бір сөз, сол заманда мені неге шақырған еді, Радио Свобода деген ерге. Сонда айтқан еді, міне Путин бәрі фашистларды жинаған, жиналыс болды деп. Не айтасыз сондай затқа деп мен айттым. Келеді заман. Ана рус фашистлар Московияда жүреді. Сол заманда онар ясырма нетпей сөздерін айтып, нетіп, бетлерін ашып, өзін міне бетін көрсетеді, кім екенін онар. Сол заманда ана қызыл неде, площадь дегенде нетеділер, онар аскер болып жүреділер, фашистлар. Сол заманда біз нелер, түрк ел, bizim zamanımız келеді. Сол заманымыз келген заманда біз ендігі ішінен мына рус фашист неді, елді бұзу керекпіз. Сол заманға біз еттік ендігі. Сол заман етті бізге. Келді. Сонаған ендігі айтағым,
түрк елге айтамын, басқа еллерге айтамын. Ақырын мына Русия недің ішінде бәрі яманлық ету керек. Мына нелердің ішінде соны ендігі айтсақ бұзу керек. Өзіңіз қараңыз, қайтып етуге болады, нетуге болады. Мен бір зат дұрыс айтпасам, маға yazыңыз, қайтып етуге болады. Сондай затларды нету керек. Бірге бір иналыс болып, сізге де міне бәрі міне нелерге, түркелге сіз өзіңіздің еліңіз болып, не болып кеттіңіз, ол да сізге де керек. Аманда Рустан шығуға, өзіңіздің еліңіздің көтеруге, еліңізге сізге де керек. Ана Русия бұзылсын деп. Сол заман айтағым, бізге көмек беріңіз, бізге ақыллы нелер, бір затлар, проект затларда yazыңыз, айтыңыз, қалай ету керек, нету керек. Сондай көмекпін, бізге нетуге боласыз. Қатыспа. Сондай затларды айтайым дегенім. Бүгін ендігі мына екінші фашист несі болған, құрылтайы болғаннан соң, онар ендігі ақша көп алаяқ, икон боляқ, ана нелерді Европты қайтып айтады, басып аламыз деген заман келді. Путин айтады, басып аламын. Ендігі сіз дейді, тез өзіңіздің жұмысыңызды, құлығыңызды ету керексіз деп. Сондай затлар айтып, ақша беріп, не керек ондай затларға бәрін береміз сізге. Күтірі не керек беремін деп. Сондай нелермін, онарды айтып жіберді. Ендігі Европаның ішінде сол нелер, фашистлар өзінің құлығын етеді. Бүгін отырған башқанларды, нелерді көтерсін алып саламыз деп, сондай затлармен келгендер онар. Ендігі біз Европа елдің нелері боламыз деп, башқанлары боламыз деп. Вот бүгін сондай неге күнге еттік. Ана яқтан ана кім Американың башқаны көрдіңізді, Украинады сатамыз деп тұру. Русияға. Бұл яқтан да ендігі неді Европты бөлеміз деп. Бөлгеннен соң, анар бір-бірісіне көмек бермегеннен соң, Европа бұзылады. Бұзылғаннан соң, бұл фашистлар келеді, айтады, біз көтереміз сізді. Біз сізге құлық береміз, жұмыс береміз. Ақшаңыз көп болады, мынау деп алдап, сондай неге келуге мүмкін. Неге башқан болуға, депутат болуға, онар сондай неге күреске кіреді. Вот солай. Ендігі көреміз, не болады екен. Аман болыңыз, түркел, ноғайлар, сау болыңыз. Бармаңыз қауғаға, ол сіздің қауғауды, ол ана фашист Путин қауғасы өзі барсын. Аман болыңыз.